Сол жана гана кірдім. Чода Мабилдаев туралы және Мухаряпов туралы, е? Иә. Соңғы жаңалықтар болғаннан кейін сол маңызды болып тұр ғой қазір елдерге, халыққа. Соны бір талқыға салып жіберсек, қалай ойлайсың? Иә. Дұрыс. Енді Ең бірінші айтқым келеді, Асеке. Бізге айтады ғой, русофобсыңдар, анау мынау деп айтады. Енді міне қараңдаршы, осы Абилдаев алсақ, Мухаряповты алсақ, екеуі де орыс емес, мысалға. Екеуі де орыс емес. Так что бізге русофоб деген айтқан дұрыс емес. Русофоб деген айтқан дұрыс емес. Оны уже бәрі біледі ғой енді адамдар. Асеке, былай істейік, қонақтарымызды кіргізіп тыңдайық пікірлерімізді. Енді біздің пікір біледі ғой олар. Сол адамдармен талқылап. Әзірге қонақ жоқ екен. Жалпы енді мен айта берейін, әңгімені жалғастырып қазір. Иә, Асеке. Қонақтар ұсынысын білдірсе, кіргіземіз ғой эфирге. Жаңағы Азамат Әбілдаев деген Ақжол фракциясының депутаты ғой. Ол Ақжол партиясының басшысы Азат Перуашев, ол кісі алдында мәлімдеме жасап жүретін. Біз жаңағы Алаш қозғалысының мұрагеріміз, Алаш қозғалысын қолдаймыз деп, жаңағы Алаш ордалықтарды, Алаш зиялыларын қолдаймыз әрқашанда деп, сондай мәлімдеме жасап жүретін. Және де ол фракцияда Берік Дүйсенбинов деген депутат бар, өткендегі қаңтар оқиғасы бойынша мәлімдеме жасаған, сондай ұлтшыл ағаларымыз бар ол фракцияда. Қазбек Иса ағамыз сол Ақжол партиясында. Азамат Әбілдаев дегенді естуім бар, бірақ алдында бұл депутат ешқашан бұндай интервью беріп, көзге түспей жүрген. Аса танымайды екенбіз. Қазақстан халқы да онша дұрыс танымайды ол депутат. Естуім бойынша бұл жігіт өзіміздің Алматы облысының жігіті. Жаңағы биографиясын қарап шықтым, жаңағы ТО-ларда бір жекеменшік мекемелерде жұмыс істеген. Содан 2012 жылдан бастап депутат болып жүр екен. 2012 жылдан бері, міне биыл 10 жыл болыпты ғой депутат болып жүргеніне мәжілісте. Соған байланысты енді бұл кісі депутат болғаннан кейін өзінің субъективтік көзқарасын білдіргеннің өзінде де кішкене байқап сөйлеу керек еді. Мысалға, депутат болғаннан кейін, оның мемлекеттің адамы болғаннан кейін, халықта жаңағы шетелдің, мысалға, украиналықтар көрсе де сол эфирді бір теріс пікір пайда болуы мүмкін ғой, украиндықтарда, шетелдіктерде мысалға да. Содан кейін бұл кісілер биік лауазымда отырғаннан кейін ондай сөздерді айтуға құқығы жоқ еді деп ойлаймын да. Бүгін енді сол депутатты Ақжол партиясынан шығарып жатыр деп жаңағы интернеттен көріп жатырмыз ақпараттар. Қазбек Иса сондай мәлімдеме жасапты. Халық наразылығын білдіріп жатыр, жаңағы партиядан шығарылсын, депутаттықтан өз еркімен кетсін деп сондай наразылығын білдіріп жатыр екен. Ақжол партиясынан шығарылды деп сондай ақпараттарды қазір көзім шалды интернет желілерінен. Екінші мәселе сол Мухаряпов, Рамильге байланысты. Ол да сол жаңағы біздің құқық қорғау органдары іс қозғады ғой 174-ші баппен. Ұлтаралық алауыздық қоздырды деп. Бірақ бүгін жаңағы ақпарат бойынша 30 уголовно-процессуальный кодекс дейді ғой, жаңағы қылмыстық процессуалды кодекстің 35-ші бабының бірінші бөлігінің жаңағы 5-ші тармағымен істі қысқартты дейді. Ол жаңағы за отсутствием состава преступления дейді ғой, орысша айтқанда. Қылмыстың құрамы жоқ екен, ол жаңағы Рамиль Мухаряповтың айтқан сөздерінде деген сараптама жасаған шығар енді ол жерде, экспертизасын өткізеді ғой. Филологический, жаңағы филологиялық сараптамалар жасалынады. Бірақ бізде Қазақстанда жаңағы ватник деген сөз үшін сотталады да 5 жылға. Ал ана бескультурный, те, кто говорят на казахском языке, бескультурный деген сөздер үшін өкінішке қарай ешқандай жауапкершілікке тартылмайды адамдар. Сол жағы кішкене өкініштілеу болып тұр. Диас, қалай ойлайсың? Асеке, енді мен пікірім халық біледі ғой, по-любому
оларды жауапқа тарту керек. Бірінші де екінші де кісіні. Тем более депутат болған соң ашық түрде осылай мен Ресейді қолдаймын деп. Сонда мен оны түсінбей жатырмын да, ол не қолдайды? Адамдарды өлтіріп жатыр, нелер қалаларды қырып жатыр бәрі бүкіл Украина халықты. Соны қолдап отыр ма не?